жемей ма? Мынандай отырған адам осындай болып қала ма? Қарап қой. Арық болса да қарашы, әзіргісіне қара. Ол бір айдан бері мазасын алып отыр ғой адамдар. Мына қара. Содан мазасынан кетті. Алиса келіп қалған айтып отыр ғой. Осындай жағдай бола ма? Онда қосам мен витамин капелица. Ана дәрігер кім жауап береді сонша балам қара көзіне қарайтын адам керек қой. Кім қарайды мыналарға? Сонша қара көзі келіп тұр. Сіз хабарласпайсыз сразу. Сен хабарласпайсың ма сразу? Сеткасын. Ана керек қой, ана керек қой. Телефон қолдарында тұр. Видео официант болып 3 жыл істегем. 3 жылда басымнан не жағдай өтпеген, неше түрлі клиенттер келеді, неше түрлісін көресің, түсініспеушілік, ондай жағдайлар көп болады. Бастан өткен жағдайды мен видео салған болатынмын. Просто әзіл ретінде оны ушықтырып, былай өз-өзімізді шалғанды жақсы көреміз ғой. Болмайтын нәрсе үшін тырнақ астынан кіріс деп отырсыздар да. Мен боқта, біреуді ұрып, соғып, педофилдер, вот мысалға сондай нәрселерді неге қарамайсыздар? Боқтап атқан жоқпын видеода, біреуді ұрып соғып атқан жоқпын, біреуді кемсітіп атқан жоқпын. Қазақты шалып жатыр да, мысалға орыс халқын қараңыздаршы, өзбек халқы бір-бірі десе өледі да, біз қазақ өз-өзімізді жеп жатыр. Болмайтын видео, бастан өткен жағдай, неге соны түсінбейсіздер? Жоқ, сонша ушықтырып, жерден алып, жерге салып, айтпаған сөздеріңіз жоқ. И сосын неше түрлі пабликтерге шығарып тастапсыздар. Видеодан мысалға біз ол видеоны өшіріп тастаған болатынбыз жоқ. Барлық жерге салып тастағансыздар. Threadsте жүр, TikTokта, Instagramда неше түрлі пабликтерде жүр да. Кейбір аккаунттар вообще даже фейк аккаунттар. Бәріміздің көз жасымызға қалып тұр. Мамам жалғыз баласында айырылып тұр. Бүгін 10 август 2026 жыл. Осыдан 3 ай бұрын 1 май күні менің туған ағам қайтыс болды. Оны өзінің әйелі жүрегіне пышақ тығып өлтірді. Бүгін соттан шықтық. Оны босатты әйелін. Мен білмеймін қандай сот тура жүрегіне пышақ қадап отыр. Қалай бұл? Мен түсінбеймін. Қалай оны ақтап шығады? Алқабилердің қатысуымен болды сот. Не? Менің балапаным, мынау кішкентай. Мынандай фигураменен менде осы 5-ші балам ғой мынау. Ал балам, привет деп қой, TikTok. Бүкіл TikTok көреді бізді. Мамаңның фигурасы жалпы қалай? Қараш, балапаным. Мамулияңның фигурасы осылай. Міне, баламыз екеуміз осылай жүреміз.